2022 жылғы 20 қарашада Қазақстан Республикасы президентінің сайлауы өтеді. Президенттікке кандидатты қолдауға қол жинау қалай жүргізіледі? Сайлаушылардың президенттікке кандидатты қолдауы олардан қол жинау арқылы расталады. Президенттікке кандидатты облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және республика астанасының кем дегенде 3/2-сінің атынан теңдей өкілдік ететін сайлаушылардың жалпы санының кем дегенде 1% қолдауға тиіс. Қол жинауды сенім білдірген адамдар ұйымдастырады және қол қою парақтарын ресімдейді. Кандидаттың талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін орталық сайлау комиссиясы 2 күн мерзімнен кешіктірмей қол қою парағының үлгісін бекітеді және қажетті мөлшерде береді. Әрбір қол қою парағының рет нөмірі болуға тиіс және оған кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты мен оның сенім білдірген адамының жеке қолы, қол жинаушының тегі, аты, әкесінің аты, қол жинау жүргізілген елді мекеннің атауы. Сондай-ақ қол қоятын адамдар туралы мәліметтер бар бағаналар енгізілуге тиіс. Қол жинаушы адам қол жинаған кезде кандидаттың сенім білдірген адамының тіркелген туралы куәліктің көшірмесін көрсетуге тиіс. Толтырылған қол қою парақтары аумақтық сайлау комиссияларына тапсырылады. Аумақтық сайлау комиссиясы қойылған қолдардың шын екендігін тексеруді 5 күн ішінде жүзеге асырады. Тиісті хаттаманы рәсімдейді және оны орталық сайлау комиссиясына жолдайды. Қойылған қолдардың дұрыстығын тексеру президенттікке кандидатқа қажетті дұрыс қойылған қолдар саны анықталғанға дейін жүргізіледі. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.